Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің инженерлік минерация бойынша өтетін кезекті сабағымыздың тақырыбы суару массасындағы орман жолақтары және екпе ағаштары болып табылады. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты орман мелиоративтік ұғымын түсіндіре отырып, егістік алқаптарында отырғызылған екпе ағаштарының отырғызылуы заңдылықтарын айқындау болып табылады. Күтілетін нәтиже орман жүйесі мен орман жолақтары ұғымдарын толықтай меңгерту. Сабағымыздың жоспарына келейік. Бүгінгі сабағымызда біз орман мелиоративтік жүйесі, екпе ағаштарының отырғызылуы және орман мелиоративтік жүйесінің түрлерінің атауы, сонымен қатар олардың алатын жер көлемі тақырыпшалары бойынша сабақ өтетін боламыз. Орман мелиоративтік жүйесі дегеніміз не? Бұл ұғым қандай мағынаны білдіреді? Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жүйелі түрде егілетін екпе ағаштар, ментал, бұта алқаптарын біз орман мелиоративтік жүйесі деп атаймыз. Ауыл шаруашылығына ауа райының кейбір қолайсыз жағдайларының тигізетін зиянына қарсы күресте орман мелиорациясының атқаратын маңызы өте зор болып табылады. Ол әсіресе егістік жердің микроклиматын жақсартып, құрғақшылықтың зиянды әсерін жойып отырады. Сонымен қатар егістікке еріген қар суын сақтай отырып, топырақтың ылғалдылығын да жоғарылатып отырады. Екпе ағаштарының тал және бұталардың эрозиялық процестерді тоқтатудағы маңызы өте зор екенін есімізде сақтауымыз керек. Жоғарыда айтып өткендей, құрғақшылық жылдары екпе ағаштардың, тал, бұталардың, егіс алқаптарының өнімін төмендеуіне әсерін ылғал сақтау, қар тоқтату арқылы тигізіп отырады. Екпе ағаштары суармалы жерлердің 4-5%-ына міндетті түрде екпе ағашы отырғызылуы керек. Екпе ағаштарының жалпы қабатының ені 10-12 метрден кем болмау керек. Желдің зиянды әсері егістікке тимеу үшін бір жерге отырғызылған екпе ағаш пен екінші жерге отырғызылған екпе ағаштарының жолақтарының ара қашықтықтары 200 метрден 500 метрге дейін болуы қажет. Ал көлденең отырғызылған екпелердің ара қашықтығы 1000-1500 метр болуы қажет. Өте ірі каналдардың бойына ені 50 метрден 200 метрге дейінгі екпе ағаштары отырғызылып отырады. Шаруашылық каналдың бойына 4-8 қатар екпе ағаш еккен дұрыс. Ал шаруашылық көгалдарының бойына 2-3 қатар егілуі керек. Әр қатардың ара қашықтығы 1-2 метр болуы міндетті. Егер каналдардың түбінде көп тұнба заттар жиналып қалған болса, онда механикалық түрде аршып тазалайтындай жағдай болса, екпе ағаштар каналдардың бір жағына ғана отырғызылуы міндетті болып табылады. Екпе ағаштарының қажетті түрлерін таңдай білу керек. Биік өсетін ағаштардан егілетіндер терек, үйеңкі, емен, шаған, ал қысқа, жалпы бойы қысқа жайылып өсетін ағаштардың қатарына біз көктал, ақтал және тағы да басқа екпе ағаштарын жатқыза аламыз. Қазақстанның батысында және сонымен қатар солтүстігінде құрғақшылыққа және жел эрозиясына қарсы күрес 34-35 жылдары Орал, Ақтөбе, солтүстік Қазақстан облыстарында екпе ағаш отырғызу арқылы басталған болатын. Деректер бойынша 48 жылдары екпе ағаш 17,5 мың гектардан 69 жылы 31 мың гектарға дейін жеткен болатын. Орман мелиоративтік жүйесі жайлы тағы бір анықтама айтып кетейік. Табиғи географиялық жерлерде ең жоғары экономикалық көрсеткіштер беретін, бірінен бірі мелиоративтік байланысты орналасқан орман жолақтарын орман мелиоративтік жүйесі деп атаймыз, яғни қысқаша ОМЖ. Олардың құрамына әртүрлі шаруашылық қызметіне жарайтын, қызмет атқара алатын егістік жерлердегі танап, қоршау, ағаш жолақтары, ор, жар бойындағы өзен, тоған, құм бекіту, су, жайылым жерлерді қорғау үшін егілетін және жол бойындағы барлық екпе ағаштар кіріп кетеді. Орман мелиоративтік жүйесі алып жатқан көлеміне, табиғатқа қазіргі кезде тигізіп жатқан әсеріне байланысты бірнеше топтарға бөлінеді. Осы топтарға
назар аударайық. Жекелеген ОМЖ, яғни орман мелиоративтік жүйесі жекелеген шаруашылықты ғана қамтиды. Оның ауданы 10-15 мың гектарды құрайды. Екінші, ішкі шаруашылық ОМЖ бұл да жекелеген шаруашылықта болады. Бірақ оның ауданы 40-70 мың гектарды алып жатыр. Үшінші, шаруашылық ОМЖ. Ол 4-5 шаруашылықтың жерін қамтиды. Оның ауданы 200 бен 350 мың гектар аралығын алып жатыр. Төртінші, аймақтық ОМЖ белгілі бір ауданның барлық жерін қамтиды. Оның ауданы 0,85 және 0,95 миллион гектарды алып жатыр. Және ең соңғы ол өлкелік ОМЖ деп аталады. Ол белгілі агро-орман мелиоративтік өлкенің барлығын қамтиды. Оның ауданы 1 миллион гектарға дейін созылып жатады. Бүгінгі орман мелиоративтік жүйесі және екпе ағаштары тақырыбы бойынша сіздерге берілетін сұрақтар. Орман мелиоративтік жүйесіне 2 түрлі анықтаманы беріңіз. Екпе ағаштарының отырғызылуы жайлы өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Орман мелиоративтік жүйесінің түрлерінің атауы және олардың алатын жер көлемі жайлы жазып шығыңыз. Сонымен қатар сіздерге берілетін өзіндік жұмыс. Орман мелиорациясы жайлы қосымша ақпарат беріңіз. Осы тапсырмаларды орындап, Platons платформасы бойынша тексеріске жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.